жағдайында ешқандай қымбат дәрілерді қолданбай-ақ қарапайым заттардың көмегімен шашты тез өсіруге болатынын білесіз бе? Егер білмесеңіз, бүгінгі видео сізге арналады. Егер де дүкен сөрелерінде толып тұрған шампуньдар мен шипамай сіздің шашыңыздың түсуін тоқтатпаған болса, онда міндетті түрде осы қарапайым әдісті қолданып шашыңызды құтқарып көріңіз. Ендеше видеоны соңына дейін қарап, пайдалы болған болса, лайк басып, өз пікіріңізбен бөлісе отырыңыз. Ең алдымен бізге алоэ өсімдігінің шырыны қажет болады. Бұл өсімдіктің құрамында ферменттер мен майқышылдар көп болғандықтан бастың терісінің тітіркенуін азайтуға және шашты ылғалдандыруға, нәрлендіруге өз септігін тигізеді. Алоэ өсімдігінің шашқа пайдасы ұшан теңіз десем де болады. Өзімізге керек мөлшерде алоэны кесіп алған соң, ол алоэның шырынан аздап сары зат бөлінеді. Ол сары зат біздің ағзамызға сәл зияндау. Оның зиянын азайту үшін осылай суға 15-20 минутқа салып қоямыз. Сол кезде біраз тұрған соң, ол сары су осы суға бөлініп, барлығы шығып кетеді. Мінеге көргендеріңіздей суымыз сарыға айналды. Енді ары қарай осы алоэның жан-жағындағы тікендерін алып тастап, керек емес нашарлау болып тұрған жерлерін пышақпен кесіп алып тастаймыз. Алоэның құрамындағы С, Е, В12 және фолий қышқылы сияқты дәрумендер тікелей осы шаштың өсуіне, нәрлендіруге өз септігін тигізеді. Алоэны жақсылап жуып тазалап алдық. Енді осыларды майда бөліктерге бөліп, турап дайындап аламыз. Бізге пияздың осы түрі керек болады. Бұл пияз өте күшті қабынуға қарсы және жүйке жүйесі ауруларына, диабетке қарсы және де жасушалардың тез кәртеуінің алдын алатын өте бір сондай пайдалы пияз. Осы екі өнімді майдалап турап, блендерде өткізіп, шырынын аламыз. Егер сізде блендер болмаса, онда үккішпен өткізіп, не болмаса еттаршыдан өткізіп жіберсеңіз, және де дәкенің көмегімен тек шырынын ғана алатын боламыз, қоюы қалады. Өзіңізге қалай ыңғайлы болса, дәл сол әдіспен осы өнімнің тек шырынын ғана алып, қоюын қалдырамыз, оны қоспаймыз. Егер де шашыңыз жиі түсіп сирей бастаса, онда бірінші анализдер тапсырып, қандай витамин жетіспейтінін анықтап, және сол витаминдердің орнын толықтыруға тырысу керек. Және де шаштың түсуі көбінесе стресс пен гормондардың ауытқуынан да болады. Сондықтан дәрігерге де уақытылы қаралып, өзіңізді күтініп жүруді ұмытпаңыз. Пияз бен алоэдан осыншалықты шырын шықты, және де қоюын тастаймыз, ол бізге керек емес. Осы алынған шырынды тағы да бір рет електен өткізіп тазалап аламыз. Енді бұл шырынды шаштың түбіне, ұштарына жақсылап жағып, не болмаса өзіңізге ыңғайлы бір ыдысқа құйып, шашқа себуге болады. Бұл шырын көзге тиіп кетпеу керек, көзді сақтаңыз, көзге өте зиян. Бұны шашқа сепкен соң 15-20 минут басыңызға пакет киіп күтіп отыра тұрасыз. Одан кейін шашыңызды кез келген өзіңіздің ұнайтын шампуньыңызбен жуып тастауға болады. Бұл әдісті аптасына 1-2 рет қолданасыз. Және де осылай жиі қолданып тұрсаңыз, шашыңыздың түбі қалыңдап, тез сынғыштығын жойып, шаштың түсуін тоқтатады. Егер де бүгінгі видеом пайдалы болған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, өзіңіздің шаш күту әдісіңізбен, шашты қалай тез өсіру әдісімен астына комментарийға бөлісе кетіңіз.